Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін сіздермен бірге дубайский шоколад дейді, хит болып жатқан біз сіздермен бірге шоколад жасайтын боламыз бүгін. Видеоның соңына шейін менімен бірге болыңыздар. Ал енді біз фисташкамыздан бастайық. 200, где-то бір 210 граммдай бізде мінекей. Осының орнына егер де алам десеңіздер, бұнда пастасы болады екен, дайын. Сондай да қолдануға болады. Бірақтан да қол жетімді баға осы, барлығының үйінде бар, сондықтан да мен ойлаймын, осыны пайдаланған дұрыс деп. Бір жағынан ауылды жерлерде көбісінде паста сатып алу мүмкіндігі болмайды. Дүкендерде ондай фисташка паста сатпайды ғой. Ал фисташкиді сатуы мүмкін. Сондықтан да енді қазір бәрі осы керемет деп жатыр, бәрі осыны жегісі келіп жатыр. Сатып алсаңыздар қымбат шоколадының өзі. Сондықтан да ең тиімді вариант ол қолдан өзіңіз таныйтын заттардан, таныс ингредиенттерден жасау. Кейбіреулері краситель де қосып жатады екен, жасыл түсті. Енді оны қосу шарт емес, себебі енді керек емес. Біз үй жағдайында жасап көрейін деп жатыр. Бір рет жасап көрдік, жаман болған жоқ. Енді сіздермен бірге бөлісейін деп. Сіздер де осылай жасап, видеолерді жасап беріңіздер. Сатып бәленбайманға алғанша деп, осылай тағы да сіздерге бір көрсетейін деп жатқан жайым бар. Барлығын өйстіп тазартып аламыз. Неке біз фисташкамызды мындай өткізгіштен өткіземіз. Үгітіп аламыз ғой, общем, бір шай қасық, егер де үйде болса, бір шай қасық сгущенка қосуға болады. Қойылтылған сүт дейміз ғой. Бірақ егер де болмаса, керек емес. Мен жай өзім бар болғасын. Өзі негізі май бөліп сондай болады. Просто фисташка біз азырақ алдық та. Жай жасап көрейік деп осы екінші жолы. Басында хит болып жүргенде бір жасағанбыз. Ал енді қойылтылған сүтімізді қостық. Енді тағы да бір біз еткізіп алайық, көрейік. Неке қараңыздар, мен жаңа көрсетуге түсіруге ұмытып кеттім. Бала жылап атқасын. 3 кішкентай қасықпен сгущенка құйдым, 3 үлкен қасықпен сүт құйдым. Құрметті көрермендер, қараңыздар, кішкене тағы да қойылау болып тұрған сияқты. Мен ас қасықпен тағы да бір қасық сүт құйғым келіп тұр. Тағы да жақсылап араластырып жібереміз. Бізде ұнымыз бар. Ұнымыз бізде 90 граммдай кетеді. Енді оған біз 50 граммдай крахмал қосамыз. Крахмалымыз салдық. Бұл бізде катаефи болады. Аты катаефи. Осыған енді бізде бір ас қасықпен бір қасық сұйық майымыз бар. 12-15. Салдық. Енді осыған шай қасықтың 4-те 1 бөлігімен тұз. Салмай қойға да болады, енді әркімнің несі бойынша, қалау бойынша. Мен салам енді. Осыған бізде 190-180 граммдай суымыз бар. Су жай комнатный температурада, бөлмеге температурасына. Барлығын қосамыз, мінекей. Енді жақсылап тұрып араластырамыз. Комончиктер жоғалғанша не болмау керек, ішінде іртік болып жүруге болмайды. Бұл енді есебі бір блиннің растворына ұқсай ма бірдеңе сонда, бірақ одан кішкене сұйықтау болады, аз-маз. Енді араластырып алдым, қаншалықта түйір кішкене бар, енді ештеңе етпейді. Былай ситадан біз сүземіз міндетті түрде, себебі онда жаңағыдай комоктар болмау керек. Мынаны балым сайтшы. Мен оны қалдырмай барлығын қапсалып жүрем. Енді осыны аққанша ақты ғой, енді қалғанын бейтіп, исырап қылмай. Бейтіп, кішкене езіп жүрсеңіздер. Біз енді дайын ғой, біз мындай бутылка алдық. Болса осындай таза 1 литрlik болса тіп жақсы болатын, менде ондай болмайды. Осыған қазір біз жаңағы жасаған қамырымызды, сұйық қамырымызды құятын боламыз. Біз крышкасын жабамыз да, қазір қақпағын. Осының төбесін инемен
кішкентай ғана қылып тесесіздер, үлкен қылып теспеңіздер. Ол жіңішке болу керек, жіп сияқты. Сондықтан да осындай инемен ғана бір жерден ғана осылай тесік жасайсыздар. Мұндай кондитерлік қаптарда болады, соны ұшын ғана қып кішкентай ғана қылып кесіп осығанда құюға болады үстінен бүйтіп. Енді ыңғайлы десеңіздер, мынағанда құямыз. Мен осыған құйдым, ал енді кеттік. Мінекей салып алдық. Салғаннан кейін кішкене жан жақтары ақырындап көтеріледі өзімен. Көрдіңіздер ме мінекей? Тағы да мына жақтары көтерілу керек, содан кейін барып қана аударамыз. Қазір күте тұрайық. Барлығы көрдіңіздер ме? Көтерілді мінекей. Менікі жіп жіңішке болмағанмен де енді жарайды. Мінекей бізде катаефи тестосы осындай шықты. Әдемі болды. Енді уайымдамаңыздар, басында бір шықпай қалуы мүмкін, арасында ол дымдай етпей. Енді осыны алып, біз қазір мен жартысын ала тұрайын. Боламыз. Бұлай қысасыздар кішкене, ештеңе де болмай, ақындап бейтіп. Енді осыны жіңішкетіп турайтын боламыз. Қытырлап тұрғаны жаңа крахмалдан болуы мүмкін. Осылай етіп, барлығын турап аламыз. Міне, плитамызды қостық, табамызға бір жобалап енді үлкен қасықпен екі толмаған қасық, міне, солай болатын шығар. Екі толған қасық деңізші, әбден еріп алсын. Сосын жаңағы тураған қамырларымыз осының үстіне салатын боламыз. Енді үстіне деп қамырларды салайық. Бұл майда қуыру керек. Кәдімгідей қызарып тұрып қуыру керек. Араластырып отырыңыздар. Қазір қуырып болған кезде көрсетемін. Енді осындай үлкенірек ыдысқа алып, осыған салып алайық. Қуырдық, бір 4 минуттай ма, 3 минуттай ма солай қуырылды әдемі. Бұлғап тұруларыңыз керек, кетіп қалмаңыздар, асты күйіп кетуі мүмкін себебі. Енді жаңағы езілген неміз ғой, фисташкеміз ғой мінекей. Енді қолмен ете берейінші енді бай. Осыған салып алайық. Дәмін көрсеңдер. Күшті екен. Қатты езіп жемеу керек шығар, наверное, енді. Ақырындап, фисташке кішкене салқындау болғанмен, жаңағы біздің нанымыз ішіне салған. Неме, аты не пәлет? Катаефи деймі? Соның жылы ғой. Сондықтан да әдемі араласады. Осы шоколадтың ең несі, ең бір қызық жері жеген кезде. Осынысы қызық болады. Бізде осындай екі шоколадымыз бар. Қазір шоколадтың бірінші біреуін салып алайын мен. Өйткені қалыңдықтар екі түрлі болып кетеді. Бірінші астына біреуін салайық, сосын үстіне біреуін салатын боламыз. Бізде елу үшін қазірде қайнап тұрған ыстық суымыз бар. Кішкене бір 1-3 минут ұстай тұрайық. Неке еріп болды. Енді бізде мұндай қалыпқа құяйын деп жатыр. Менде мұндай жіңішке ғанасы болып тұр. Ол өте жұқа болып кетейін деп тұр. Сондықтан да кішкене өзім үйде мұндай тауып алдым. Енді осыған құятын боламын. Мен біреу салып, осын салам ғой деп ойлағам жаңа немді. Оған балалар айтып жатыр, не дейді, жегесін дұрыстап тұрып жейік. Кәдімгідей 2 шоколадты молынан астына жіберіңіз де, бетіне тағы 2 шоколад жіберіңіз деп мен ойландырып тастады балалар. Және холодильникке бір морозильникке ме бір 15 минут қатқанша салып қоя тұрайық, иә? Құрметті менің көрермендерім, мен өз-өзіме ренжіп тұрмын мінекей. Жаңа мынаған 2 шоколадты жібердім да, магазиннен 2 шоколад алып келгенше бетін жауып қойғанмын ғой, қатық болмасын деп. Қытырлап тұрған дүние ғой, соған настроение болмай қалып жатыр да. Астына сәл-пәл қытырлап тұр енді. Бірақ сонда да манағыдай қатты хрустить етпей тұр. Астына жыл су құйдым, мен келгенше нетіп қалмасын, кеуіп қалмасын, может қатып қалмасын деп. Сосын алдым да,
бетіне пищевой пленка жауып кеткен мынаның бетіне. Содан енді кішкене қытырламай қалған сияқты көңілім болмай жатыр. Енді қытырлап тұрған нәрсемен айырылып қалып настроением болмай жатыр. Жарайды. Енді қытырламағанмен де дәмі сол болады ғой. Бәрі сол ғой. Сіздер главное біздің жасаған қателігімізді жасамаңыздар. Біз вообще біреумізде мән бермеппіз. Сол мама еще астына жылсы қойып кеткен. Білмеймін не үшін. Андай асығыс кетіп қалған еді дүкенге. Жоқ, асығыс кеткен жоқ. Мен просто ойладым, қазір қатты болып, тағы дұрыс болмай қалар, астына жылсы қойып қояйын да бетін пищевой пленкамен жабайын кеуіп қалады деп ойлағам. Біз өткен жылы просто бельгийский шоколадпен жасағанбыз, ол бітіп қалды да енді. Не рассчитали несін көлем жағынан. Соған настроением болмай қалып жатыр ғой, не істейін енді. Осы екі шоколадты да осылай бетіне жағамыз да, қазір тегістеп жүреміз, қазір көресіздер. Тағы да холодильникке бір 15 минутқа қатқанша сала тұрамыз. Шоколад мінекей қатты, құрметті көрермендер. Мінекей мен кішкене қозап қойдым. Енді аударып көру шығар, аударылам екен. Ал мінекей шоколадымыз кішкене салқындап, дайын болып тұр. Мен қолмен бөлейін десем, шоколадымыз қалыңдау, сондықтан да мен пышақпен бөлем. Бисмиллахиррахманиррахим. Узор ештеңе салған жоқпыз бетіне краскадан. Не, ондай керек емес кетіп. Негізі ақ красительге, ақ шоколадқа краситель қосып араластырасыздар, жиры растворимый. Бетіне бет шашады ғой, чүк-чүк-чүк. Ана шоколадқа қою енді күшті. Шоколад мол болсын. Шоколад деген демау. Керемет бітті. Жағын көрсетейін. Қазір дегустация жасаймыз. Құрметті көрермендер, бүгінгі шоколадымызға, дубайский шоколадымызға дегустацияны өзім жасайын деп тұрмын. Айназ балаларыңыз ұйықтап қалыпты. Өте керемет болып шыққан. Енді бесіне деп дәмін көреміз. Мен бұл темперирование емес, енді профессионалдар темперирование жасайтын шығар. Кішкене қолға жұғылатын шығар деп ойлаптым, сондықтан да кішкене фольгамен ұстап жейміз. Ал бесміллә. Айназ ренжиді ғой мағансын, бесміллә. Қытырлап тұр. Сәнес. Көрермендер, мен негізі тәтті жемейтін адаммын. Дәмі барға керемет. Фисташкасы ішіндегі бәрін дәмі. Кәдімгі дубайский шоколад өткенде де керемет болып еді. Мен артық қылам деп кішкене тыртық қылып алдым. Бірақ дәмі бәрі солай. Өте керемет. Мен рецептімен жасап көріңіздер міндетті түрде. Келесі видеома шейін сау болыңыздар.